Қайырлы күн. Мен бүгін өте дәмді палау дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Және де достар, менің YouTube, TikTok каналыма жазылып, лайк, дизлайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Палау дайындау үшін ең бірінші қазанымызға сұйық майымызды құйып аламыз және туралған етімізді салып, жақсылап 15-20 минут қуырып аламыз. Содан кейін сәбізімізбен жуамызды салатын боламыз. Осының үшеуін жақсылап қуырылғаннан кейін етімізбен барлығы суымызды құямыз. 400 грамм су құйыңыздар. Қайнағаннан кейін бұқтырып, жай отта 15-20 минут етімізді пісіріп аламыз. Содан кейін күрішімізді дайындайтын боламыз. Күрішімізді жылы суға жуып алып, қайнаған еттің үстіне салатын боламыз. Күрішті салғаннан кейін, қыздар, барлығын мұқият қарайық. Күрішіміздің суы күрішімізден 1 сантиметр биіктікке тұру қажет. Және де татымына қарай өздеріңізге ұнайтындай етіп, тұзын салуды ұмытпаймыз. Және де бетін жақсылап жауып, астын жай отқа қоятын боламыз. 15 минутта жай отта піседі. Және де 15 минут тағы да бетін ашпай өзі бұқтырылып тұруы қажет. Содан кейін өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube каналыма, TikTok каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.